Kanalga hoş geldinizler. Пайдалы рецепттерди жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Асия. Бүгінгі видеода ерекше тағам Италия халқының паста фетучинасын дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге керегі жарты килограмм саңырауқұлақ, 1 пияз, 2 чеснок, лапша, жарты килограмм тауық еті, қатты сыр, қара бұрыш, тұз, 150 граммдай брокколи піскен және 200 грамм сливки. Лапша қайнататын суымызға ас қасықпен толтырмай тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып, арасын ашып аламыз. Лапшамыз дайын болғанша, етіміз бенен шампиньонымызды кесіп дайындап аламыз. Міне достар, енді осылай тауық етін жіңішкелеп турап аламыз, өзімізге ыңғайландырып. Фетучина пастасы дайындау өте оңай. Тауық еті тез піседі. Дайындауға уақытта көп кетпейді, әрі тойымды тағам. Енді дайындап көріңіздер, достар. Жалпы фетучина пастасы итальяндықтардың дәстүрлі тағамдарының бірі. Осылай шампиньонды да әдемілеп турап аламыз. Бұл саңырауқұлақтың ең пайдалы түрі. Оны тағамдардың құрамында жиі кездестіреміз. Міне 10 минут өтті, лапша пісті. Енді судан сүзіп шығарып аламыз. Сарымсақты осылай турап, артынан үгітіп жібереміз. Піскен брокколиді турап алып, сырды үгіткіштен өткіземіз осылай. Міне осылай турап бәрін дайындап алдық. Енді қуырамыз. Қызған табаға 50 грамм өсімдік майын құямыз. Енді бір ас қасық қайырған май қосамыз. Алдымен пиязын қуырып аламыз. Енді сарымсағын қосамыз. Пияз сарғайғанша әдемілеп қуырып аламыз. Енді етімізді бірге қуырамыз. Енді шампиньонды қуырамыз. Міне осылай 15 минут өтті, дайын болайын деп қалды. Енді сливканы құямыз. Соңында сырды салып, отын азайтып 6-7 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді лапшасын қосып араластырып аламыз.
Mine біздің петучино пастамыз дайын болды. Ал енді дәмін көрейік. Өте дәмді. Керемет. Жеп сөттіңіз маған қатты. Ас болсын бала. Рахмет.